Сәлем достар, сіздермен бірге Xenodales және менің бүгінгі 7-ші видеоблогым басталды. Және бүгін біз сіздермен бірге кішігірім үйдің деталын жасайтын боламыз. Бүгінгі видеода жалпы бірінші деталымыз бұл парта мен орындықтар жасайтын боламын. Ас бөлмеге арналған столдар мен орындықтар жасайтын боламыз. Біздегі осындай кубок тұрады ортада. Осы кубокты біз пайдалансақ болады. GZ бір метрикске алған кезде өзінің жайында тұратын болады, өзінің өлшемі бойынша. Енді мен мұндағы кубоктың пішінін өзгертуім керек болады. Мұнда қарайтын болсақ, скейл батырмасы жағынан бізде Z бағытын өзгертетін боламыз. Z бағытын қалай өзгертеміз? 0-де 1-де қоятын боламыз бұны. Біздегі қазіргі столдың беті жасалынып жатыр. Дәл осы пример ретінде жасап аламыз. Енді тап батырмасын басамыз. Тап батырмасымен Ctrl-R мен осы жерден бір кесеміз. Ctrl-R мен ортадан бір кесеміз. Енді достар, мұнда қарайтын болсақ, модификаторға қосатын боламыз. Модификаторда бізге subdivision surface керек болады. Сонда біздегі мына объектіміздің бұрыштары сырлау болып келеді. Сол кезде сәл текстеу болып келеді. Сол кезде біздің пішініміз столдың басына ұқсайтын болады. Мына жерден мынандай екі шетіндегі жағынан кессек болады. Жалпы Ctrl-R батырмасын басамыз. Енді GZ батырмасын басып, дәл осылай көтеріп аламыз бір рет. Тағы бір кескіндемен басамыз. Шеті міне көріп тұрғандарыңыздай қырланды. Қырларын көріп тұрсаңыздар, кәдімгі сол сияқты текстеу шыққан. Біздегі мұндағы ішкі жақтарын I батырмасы арқылы, міне көріп тұрғандарыңыздай мен I батырмасы арқылы мен осындай бет жасадым және E батырмасын басу арқылы ішке кіргіздім. Бұл ішкі мына жердегі сызықты көріп тұрсақ, мұндағы сызық арқылы біздегі фейс беті ішке кірілді. Енді мен қайтадан I батырмасын бассам, дәл осындай ашыққаны болады. Біздегі столдың асты дайын. Енді мишканың оң жағын басып, Shade Smooth басамыз. Сол кезде біздегі стол текст болады. Енді біз столдың аяқтарын жасайтын боламыз. Столдың аяғын жасау үшін біздегі мұндағы бағыттарға қарайтын болсақ, Y бағытына қарайтамыз. Shift A батырмасын басып, Mesh бағытына қаратсақ, бізде цилиндр объектісін жасап болады. Цилиндр объектісін алып болғаннан кейін мұнда қарасақ, Add Cylinder деп тұр. Бізде vertex және радиустерін, не болмаса размерлерін өзгертіп алу керек болады. Мына жерде 32 емес, бұл жерде біз 20 деп жазсақ болады. Радиусты 0-де 90 деп жазамыз. Достар, дәл өйстіп жасап аламыз. Столдың аяғын GX бағытына қарай жоғарыға қарайтын болсақ, бізде өзінің метрикстің өлшемдері шығады. Ол метрикске қарай бұл бағытта жылжытып өзіміз реттеп аламыз. Және мына жерде қарайтын болсақ, біз қазір столдың ортасындағы аяғын жасап, біз мына шетіне қою керек болады. X бағытын басамыз, және G, Y батырмасын басып, дәл осы тартып аламыз. Енді біз Shift D батырмасын басамыз, екінші объектіні шығарамыз, және дәл осының қарама қарсысына қоятын боламыз. Бұл екеуін бірдей белгілеп, GZX деп. Достар, өйстіп аяғын реттеп алдық. Енді біз бұндағы аяғына тағы да модификатор қоссақ болады. Бұл жолы біз модификаторда бұнда қарасақ array. Сонда біз Shift D арқылы екіншісін создать етіп жүрмейміз. Артық объектілерді көбейтіп, біз модификатор арқылы бұның екіншісін осы модификатор арқылы, мына array арқылы көбейтіп жасай аламыз. Бұнда да тоже сөйтеміз. Generate array дейміз. Мұндағысы қаншада тұр? Мұндағысы фактор деген қарайтын болсақ, X бағытына қарайтын болсақ, -19-да 1 деп тұр. Енді мұнда қарайтын болсақ, 18 болып тұр. Бізде -19-да 1 болу керек. Енді реттелтесі болады. Біз 19 емес, біз -18 жазайықшы. -18 екен, -18 деп жаза берген дұрыс негіз. -18 деп жазамыз. Міне, біздегі столдың аяғы дайын. Міне достар, біздегі стол жалпы дайын. Енді біз орындықтарын жасауымыз керек. Енді біз отыратын орындықтарын жасауымыз керек болады. Ол үшін біз қайтадан Shift A батырмасын басамыз және кубок пішінін аламыз. Кубок пішінін алғаннан кейін біз өзінің размеріне қарай торлайтын боламыз. Бұнда қарайтын болсақ, объектіні басамыз және трансформды әдеттегідей scale Z бағытын өзгертетін боламыз. 0-де 1 деп жазамыз. Тағы да модификатор қосатын боламыз бұл жолы, достар. Generate мына жерде subdivision surface модификаторы қосылу керек. Және мұнда қарайтын болсақ, levels деп тұр. Осы levelsті бір көбейтіп аламыз. Levels бұның текстелу мөлшеріндегі деңгейін көбейту үшін керек болады, достар. Қайтадан тап батырмасын басамыз. Енді бұны біз әдеттегідей бөлеміз. Мен мұнда Ctrl-R басқаннан кейін мишканың ортасын бір бұрасам, дәл осындай екі сызық шығарып береді. Және мишканың сол жағын басамын. Мен таңдап алдым өзімнің кескіндемемді. Міне көріп тұрғандарыңыздай, достар, біздегі столымыздың басы дайын. Енді тек аяғын жасасақ болды. G, Z батырмасын басып көтеріп аламыз осылай. Қайтадан Shift A батырмасын басамыз және кубок батырмасын басамыз. Кубок дәл осылай кішірейтіп аламыз. Примерно осылай рет. Осы үсті кішірейтіп аламыз. Және мына жердегі бағыт қарайтын болсақ, X бағытына қаратып аламыз.
Енді біз размерін турлап созып тарсамтын боламыз. Мен Z бағытына қарай тарттым, жоғары қарай. Бәріміз солай жасаймыз. GZ. Міне, GZ. Мына қарайтмасақ достар, біздегі аяқ қисық тұр. Біз X бағытына қарай жылжытуымыз керек болады. Мұндағы X бағыты, мұндағы минус X бағыты. Минус X уақытына емес, бізге просто X бағытына қарай. Бізде мен модификатор қосу керек болады. Біз generate array деген басамыз. Мұнда X бағыты деп тұр. Бізге X бағыты емес, бізге Y бағыты керек. Мұндағысын біз 0 деп жазамыз. Және Y бағытын біз пример ретінде солай 6 деп жазатын боламыз. Мұнда да тоже модификатор қосамыз. Generate басамыз және array модификаторын қосамыз. Factors'ге X деген 0 деп жазып қоямыз. Бізге Y бағытында 6 деп жазамыз. Міне, біздегі аяғы столға түзу болды, столға келді. Енді біз жай ғана мұндағы аяқтарын түзіліп қою керек. Біз GZ мен ретінде осылай өзіміздің бағытымыз бойынша түзіліп қоямыз. Так, енді бізде столымыз дайын достар. Енді біз астындағы столдың аяғына тек shade smooth береміз. Тоқтаңыздар достар, shade smooth бермей жатып біз бірінші тап батырмасын басып бұлардың сегменттерге бөліп тастау керек. Subdivision'ды басамыз. Дәл осылай сегменттерге бөлгеннен кейін барып shade smooth басқан кезде біздегі орындықтың көрінісі әдемірек болады. Вот сол кезде осы дұрыс, негізі осылай жасаған дұрыс. Енді достар, біз столдың аяқтарын мына жасыл сызықтың үстіне реттеп қою керекпіз. GY батырмасын басып мындағы столды сәл жақындатып аламын және мұнда столдың аяғын жасыл сызықтың үстіне қойып, мұндағы столды реттеп алайын. Міне осылай. Көргендеріңіздей столды енді просто так қоямын. Екі жақта қайтадан Shift D және GX батырмасын басам. Бәрі аламыз. Shift D, G, Y батырмасын. Мұнда екі қосылады. Мұнасын біреуге аламын. Shift D батырмасын. GX батырмасын мұндағы төрге шығарып беремін. Бұл достар ас бөлмесіне арналған. Негізі бүгінгі видеода дәл осы ас бөлмесіне арналған стол жасау керек болатын, орындықтармен қосылып. Негізі бұдан кейінгі видеода электроникалық заттарды жасау керек болады. Телевизор, радио сияқты тағы да басқа заттар жасау керек болады. Міне достар, көргендеріңіздей бүгінгі біздегі бірінші детальдар кетті. Біздегі алдыңғы есіңізде болса, біз алдыңғы жасаған проектіміздің ішіне детальдар енгіземіз деп айтқан болатынмын. Енді мен сол детальдарды сіздермен бірге әр видеода бөліп салып отыратын боламын. Қай детальды қалай жасаймын. Және соңында детальды біткеннен кейін мына үйдің ішіне әр детальдарды бірге сіздермен бірге қойып безендіретін боламыз. Сол кезде осы үйді көрсеңіздер және бағасын берсеңіздер болады. Міне достар, көргендеріңізге рахмет. Видеодан лайк басып, каналға жазылып кетейік достар. Келесі видеода кездескенше.